Сәлем достар, бүгін соңғы кезде интернетте хит болып жүрген жабық бургер дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шықты, жасап көруге кеңес беремін. Өте тойымды және де ерекше тағам. Алдымен ұнымызға дрожжи және де тұз, қант, сұйық май қосып, және жылы сүтке жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Барлық пропорцияларын видеоның описание бөлімінде қалдырамын. Дайын болған қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа алып қоя тұрамыз. Оған дейін салмасына кірісейік. Сиыр етінің фаршына ұсақтап туралған пияз бен тұз бұрышты дәміне қарай қосып, қуырып аламыз. Көтерілген қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Домалақтап бөліктерді бөліп алғаннан кейін домалақтап аламыз да қолымызбен. Бетін тағы да жауып, 30 минутқа алып қоя тұрамыз. Енді шетінен алып, осылай оқтаудың көмегімен жайып, және де ортасына қоятын салмасын, соусын жасаймыз. Майонез бен кетчупты араластыруға болады, немесе бургердің өзінің арнайы соусы болады, соны қосса да болады. Мінекей, енді бургерлерімізді жинауға кірісеміз. Ортасына салмасына фаршты саламыз, бетіне қызанақ, одан кейін соусымызды жағамыз. Үстінен маринадталған қиярларымызды, содан кейін сырды салып, бүктеп, жаңағы бургерімізді жабамыз. Осылай жауып, осындай домалақтап шығады. Енді тағы да бір рет көрсетіп жіберейін, осындай тәсілмен де істеуге болады. Және де айта кететін жағдай, артық қалған қамырын осылай пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймыз, піспей қалмау үшін. Үстінен барлығын противенге тізіп қойып шығамыз да, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және де әдемілік үшін кунжут себуге болады. Кунжуттың қара түрінде себуге болады, мак себуге болады. Және осы бургерлерімізді 180 градуста 20-30 минутта қызарып дайын болғанша пісіріп аламыз. Бургерлер өте дәмді, сочный болып шығады. Жегенде өте ыңғайлы, шашылып тұрмайды. Дәмі ерекше, балаларға да, ересектерге де қатты ұнайды.